Кез келген адам баласы жерге, елге тәуелді. Адам баласы үшін отан деген ұғым бұл қастерлі, қасиетті ұғым екендігін иншалла жеткізетін боламыз. Отан отбасынан басталады деген әрбір осы қазақтың әрбір айтқан сөзінде керемет дүниелерді біз түсінетін болсақ, яғни отбасын білген, отбасының қадіріне жеткен адам, ол міндетті түрде отанның да қадіріне жетеді деген сөз. Ол өзінің ұрпақтарын да, өзінің бала шағасына да, немерелеріне де отанның қаншақты ол үшін маңызды екендігін оларға жастайынан тәлім тәрбие берудің аясында, тіпті сен отаныңа батыр болмасаң да, отаныңа үлкен жаңағы техника жасап, керемет бір жауға қарсы дүние жасай алмасаң да, бірақ сен отаныңа ең басты адал болу керектігін айтылады. Отаныңа адал, отаныңды еш уақытта сатпа. Отаның үшін керек болып жатса, сен өзінің жаныңды қиюға, отаның менен сенің жан дүниеңнің ортасындағы шешім қабылдайтын сонда бір кезең болса, сен отаныңды таңдау керексің деген нәрсе айтылады. Өйткені, отан үшін отқа түссең күймейсің деген сөздің арасында осы жатыр. Сен ертең күні қаншама ел, халық сенің сол ерлігіңді, сенің сол жасағаныңды кейін ұрпаққа не істейді? Үлгі етеді, оны насихат қылады, құрметті жамағат. Сіз үшін Алладан тілеу тілеп, жалқау сұрап дұғада болады. Бір ғана сіздің сол ерлігіңіз үшін, жалпы ерлік бұл біреу көріп келді, батыр болу үшін, атақты болу үшін, болмаса белгілі бір орден алу үшін ғана ерлік жасалмайды. Ерлік сол кезде адам баласы өзінің жан дүниесіменен отанның алдындағы сондай өзінің міндетті бар екенін түсінген кез келген азамат әрине ондай кезде шешім қабылдап сондай бір ерлік жасайтындығы да бар. Сол үшін әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде келеді ғой. Хадистің мәтінін оқып берген дұрыс шығар. Рибату яумин ва лейлатин хайрун мин сиями шахрин ва қиями. Шекараны, отанды қорғау үшін бір күн, бір түн күзетте тұру, бір ай нәпіл ораза ұстап, түнде намаз оқудан да қайырлы дейді. Мына хадисте имам Муслимнен жеткен хадис. Отан деген ұғым бұл исламдағы, дініміздегі орны ерекше, біз үшін маңызды ұғым, сүйіспеншілік отанға деген. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оның көрінісін өзі де пайғамбарымыз көрсеткен еді. Пайғамбарымызға уахи келген кезде білесіздер, Хира үңгіріндегі болған жағдайды Хадиша анамызға жеткізген кезде, Хадиша анамыз бұның мән жайын түсінбей, бұны білетін кім болса да өзінің туысы, немере ағасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолынан алып Уарақа ибн Науфалдың үйіне бет алады. Болған жайдың барлығын Уарақаға баяндаған кезде Уарақа ибн Науфал, яғни ол кезде ол кісінің жасы егде жасқа, қария жаста еді. Қария жасқа келген Уарақаның өзі әлгі өзінен кейінгі немересінде болған пайғамбарымыздың бұл әңгімесіне мұқият құлақ асып тыңдап болған соң, «Ва Мұхаммед, мен егер де Алла маған Құдай өмір беретін болса, сені қауымың елден шығарып қуған кезде сенің қасынан табылуға мен Құдайдан сұрап, барымды салып, саған қолғабыс жасауға, сенің жанынан табылуға барымды салатын едім» дейді. Соң пайғамбарымыз: «Ва Уарақа, неге мен елім мені қуу керек? Неге менің елім мені жек көру керек?» «Жоқ, олай болмайды» деген пайғамбарымыздың сөзі бар. Сол кезде жалпы осы жерден ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыздың Уарақаның айтқан бұл сөзінен таңғалысуының себебі дейді, өйткені пайғамбарымыздың әулеті Құрайш әулеті, ол Меккенің негізгі белді, сол барлық үлкен мәселелердің барлығында жаңа өзінің ақыл кеңесін беретін, тіпті иелік ететін сол Мекке шәһәріне үлкен белді жаңағы үлкен әулет еді. Тіпті Құрайштардың бір жаңағы айтқан шешімі елдің халықтың ортасында бұл Құрайштың әулетінен осындай бір шешім қабылданған болса, біз оған тоқтаймыз деп шешім қабылданатын кезеңдер көп болған дейді. Пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассаламның, яғни сол Құрайш әулетінің ішіндегі ең белді, сенімді, ел халқын жақсы көретін сөйткен пайғамбар, қалай олар мені бір Аллаға шақырғандығым үшін мені елден, жерден қуады ма дегенде, сені ғана емес, сенен алдыңғы барлық пайғамбарларды өздерінің қауымы елінен қуды.
оларға азап көрсетті, тіпті оларды жанын қиды, өлтірді. Сені де олар сондай әрекеттің біріне барады деді. Міне бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, яғни өзінің Меккеге деген, отанына, еліне деген, сол кездегі өзінің отбасына, әулетіне деген пайғамбарымыздың шынайы сүйіспеншілігі сол кезде де болғандығы айтылады. Кейін Меккеден Мәдинеге көшкен кезде де Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху менен сол әлгі үңгірден, Сәуір тауындағы үңгірден шыққаннан кейін олар түнделетіп, ел жүрмейтін жолдармен таудың тасының ішімен жүріп, біраз жерге ұзағаннан кейін сонда Меккеге баратын жолды көріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде әлгі сөзді айтады. Сонда Алла Тағаладан бір риуаяттарда уахи келген дейді. Құрандағы мына бір аят, Қасас сүресіндегі 85-ші аят былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлази фарада алейкал Qur'ан лараддука иля маад. Садақаллахул азим. Ақиқатында саған Құранды түсірген Алла сені түбінде еліңе, жеріңе, яғни Меккеге сені қайтарады деді. Бұл арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаланың уахи келтіру арқылы түбінде Меккеге келетіндігін пайғамбарымызға жеткізіп Алла Тағала сүйіншілеген еді. Көп ұзамай, шын мәнінде Мекке 10 жылға жетер-жетпес уақытта Мекке қайта фатих болып, сол елді жердің барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, яғни өзінің соншалықты Меккені жақсы көретіндігін ол тек қана сол кезде емес, ұдайы айтып жүретін болған дейді. Сахабаларын айтып жүретін болған. Меккенің әрбір сол уақыттағы жүрген жерлерін, орталарын, өзінің туып өскен әулетін, ағайын туыстарын, тіпті пайғамбарымыз әлгі оның қас жауы болған Әбу Лахабтарды, көкелер Абу Суфияндарды, Әбу Жахилдердің барлығы сол әулеттің жақын туыстары еді. Барлығын жақсы көретін. Барлығымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кәдімгі қарым-қатынаста болған, өзінің туыстарына деген ерекше пайғамбарымыздың махаббаты бар еді. Алайда олардың барлығы Аллаға қарсы келгендігі үшін, исламға қарсы келгендігі үшін пайғамбарымыз мәжбүр олардан бас тартуға, ваз кешуге пайғамбарымыз міндет, жаңағы оған шарасыздықтан сол шешімді қабылдау керек болды, құрметті ағайындар. Ал енді Алланың діні болса, олардың бойында мұсылманшылықтың бір иісі болса, жоқ дегенде сізді құрметтесе, еш уақытта сіз отбасыңызды, ағайындарыңызды жат қылмаңыз. Оларды барынша құрметін бағалап, қадірлеңіз, ағайындық міндетіңіз жасаңыз. Өйткені пайғамбарымыз осы нәрсені біздерге міндеттеп, осыған біздерді шақырған еді, құрметті бауырлар.